Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бүгін біз иншалла уақыптың үмбетке пайдасы тақырыбында сөз өрбітетін боламыз. Бүгін бізде қонақта Ислам Нұры мешітінің бас имамы Дінислам Қарабаев бауырымыз кеп тұр. Алла тағала разы болсын. Міне біздің студиямызға келіп, осы бір мәселені талқылауға келгеніңізге, жалпы бүгінгі қозғалатын тақырыпты білесіз, ол уақыт мәселесі, Алла жолында дүние қалдыру, және де осы уақыт жайлы сіздерге сұрағымыз бар. Уақыттың біздің еліміздегі көрінісі қандай? Осы уақытқа дейін болған уақыттар бар ма? Қандай үлгілері бар? Қандай тарихта уақыт етілген дүниелер бар? Сол нәрсені қазіргі заманмен де салыстырып айта кетсеңіз, Алла разы болсын. Осы сұрағымыз бірінші сұрақ. Алхамдулилlah, уассалату уассаламу аля расулиллахи Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Алла тағалаға сансыз мақтау, Алланың елшісі Мұхаммед Мұстафаға, оның үй-іштері, ардақты сахабаларына Алланың игілігімен сәлем болсын. Алдымен өздеріңізге шақырту бергендеріңізге, шақыртқандарыңызға алғысымызды білдіреміз. Енді мәселеге келетін болсақ, уақыт мәселесі жалпы ислам діні жан-жақты дін, барлық нәрсені қамтыған дін. Соның ішінде мына қоғамның жағдайы да назардан тыс қалмаған. Яғни уақыт дегеніміз бұл адамның бір белгілі дүниесін, мүлкін, Алланың разылығын қалап, Алланың разылығын ниет етіп, халықтың игілігіне, үмбеттің игілігіне Алла жолында атау. Бұған аяттан мысал келтіретін болсақ, Алла тағала қасиетті Құран кәрімде айтады: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Лан таналул бирра хатта тунфиқу мимма тухиббун. Садақаллахул азим. Алла тағала қасиетті Құран кәрімде айтады: өздерің жақсы көрген дүниені Алла жолында атамайынша, сарып етпейінше жақсылыққа жетпейсіңдер. Яғни Алла тағаланың разылығына, Алла тағаланың сауабына жету үшін де адам өзінің бір жақсы көрген дүниесін істеу керек екен, атау керек екен. Енді уақыт біз мұсылмандар дін атасы пайғамбарымыздан үлгі аламыз, саллаллаху алейхи уассалам. Және оның ардақты сахабаларынан, және біз ұлтымыздағы ұлы тұлғалардан өнеге аламыз. Енді сахабаларға келетін болсақ, риуаяттарда келеді, уақыт жасамаған бірде-бір сахаба қалмаған еді дейді. Солардың бірі, мына Омар радиаллаху анху, Хайбар жорығында, шайқасында дейміз бе, содан түскен олжаны, яғни өз игілігіне өткізбей, үмбеттің игілігіне, халықтың, қоғамның игілігіне өткізгенін біз тарихтан көреміз. Басқа бір неде, мына Осман радиаллаху анхудың да, мына Рома құдығын жаңағы өзге дін өкілінен өте қымбат бағаға, яғни сатып алып, соны халық игілігіне өткізгенінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ол жайында, мақтаған жайында да небір риуаяттар бар. Ал енді қазақ даласына келетін болсақ, біздің мына жалпы жарты әлемді жаулаған бабамыз бар, Ақсақ Темір бабамыз. Мына Түркістан қаласындағы, яғни қазақ Түркістанға қарап бой түзейді, Түркістаннан қарап үлгі алған. Түркістанда Қожа Ахмет Яссауи кесенесін салдырған. Яғни қазақ даласындағы ең көрнекі өнеге болып тұрған кесене бұл Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесі. Соған қарайтында болсақ, оның негізгі функциялар бір жақты емес, жан жақты, яғни жұмыс жасаған. Яғни уақыттың барлық несін қамтыған десек те болады. Яғни ол жерде мешіті де бар, ең алдымен. Одан кейін адамдар дәріс алатын медресесі де бар, кітапханасы да бар. Және де кедей-кепшіктерге ас тарататын, мұқтаж жандарға ас тарататын да бөлмесі болған. Яғни сол секілді де мысалдар негізінде өте көп.
яғни уақыф дегеніміз осындай дүниені, өзің жақсы көрген дүниені Алла жолында атау, яғни уақыф. Бұрын қоса осы, яғни қазақ даласында осындай мысалдар бар. Айта берсең негізінде көп. Міржақ Дулатұлы да өзінің еңбектерінде келтіріп кетеді жаңағыдай. Бірігіп мешіт салу керек екен, одан кейін сол мешітті уақыф жасап қамтамасыз ету жайында да жаңағыдай мысалдар келеді негізінде қазақ әдебиетінде. Машалла, елімізде осындай көрнекті мешіттердің, сәулет өнерлерінің болуы біздерді қуантады. Аллаға шүкір, бабаларымыз исламды ұстанып, біздерге сол нәрсені қалдырды. Енді біз де сол нәрсені үлгі тұтып, сол ата-бабаларымыз бастап берген жолды біз де жалғастырып, сондай мешіттерді, зәулім ғимараттарды Алла жолында қалдырып, өзімізден кейінгі ұрпаққа қалдырсақ, міне сауапқа қол жеткізетініміз ақиқат. Жалпы уақыт рас айтып жатсыз, мешіт ғимараттармен, сондай адамдарға пайдалы дүниелермен осы кезге дейін қалды, және де әлі де ол жалғасып келе жатыр. Мысалы, еліміздегі бүкіл мешіт ол Алла жолында қалдырылған дүние. Бәрі де уақыт болып саналады. Қазір уақытта қаншама мешітте адамдар намаз оқиды, құлшылық жасайды, ол жерде қаншама қайырымдылықтар жасалады, сауапты ізгі амалдар жасалынады. Міне сол сауаптың барлығы да сол мешітті соғып кеткен адамдарға жазылып тұрады. Бұл үлкен нығмет. Міне қазіргі уақытта еліміз сондай бір тыныш заманды, берекелі заманды көріп жатыр. Қаншама кәсіпкерлер бар, қаншама сондай мансапты ағаларымыз бар. Міне сол кісілер өздерінің дүниесін, барлығын емес, кішкене бір бөлігін Алла жолында демек қалдырып, сол кәсібінен немесе дүниесінен бір бөлігін Алла жолында жұмсап, мешіт салуға, медресе салуға, кітап шығаруға мысалы қалдыратын болса, ертең ол кісіге сауабы қиямет күніне дейін барып тұратын ақиқат, демек бауырымыз. Машалла. Ал тағы да бір сұрақ қойсақ, дін ислам бауырымыз, енді қазіргі осы заманда өзіміздің елде уақыттың қандай көріністері бар? Қазір уақыттың жүріп жатқан бір ғимараттары, сондай бір іс-шаралары болып жатыр ма? Сол жайлы кішкене айтып өтсеңіз. Жаңа уақыт жайында айта кеттік қой, көпір, мешіт, жаңағыдай, немесе тағы бір мысалдар бар екен тарихта. Яғни бір дәулетті адамдар, мен дүниеден өтсем де, мына осы дүниеден алып, елге, жерге, халыққа жаңағыдай осы дүниені таратып отырыңдар, яғни ас таратып отырыңдар деген секілді. Немесе наубайханашыларға, немесе қасапшыларға жаңағыдай бір қаражатты бөліп, осыны халыққа таратып отырыңдар деген секілді уақыф жасағандарда бір мысал бар да. Енді жаңағы нәрсеге мен қосымша айта кетейін, кейінгі сұраққа жауап берсем. Түркістандағы мына Қожа Ахмет Яссауидің тағы бір несі, уақыфының бір кереметтілігі, ол сол кездегі жаңағыдай қоғамдық істермен айналысумен қоса, біздерге де бір не тастап кеткенде жаңағыдай ғимарат. Ғимаратқа қарайтын болсаң, дуалындағы аяттар қарасаңыз, аяттар. Мұнарасындағы аяттар, кіреберісіндегі жаңағыдай тастары деген секілді барлығына қарасаң, бір біздің бабаларымыз исламды ұстанып, исламның өнеге етіп ұстағандығына бір тарихи құжатты 7 ғасырдан асса да жаңағыдай дуалдары әлден істеп тұр, Құран аяттарымен сайрап тұр былайша айтқан кезде. Енді қазіргі уақытқа келетін болсақ, жаңағы сұрағыңызға Алла разы болсын, өте бір өзекті, әдемі сұрақ қойдыңыз. Қазіргі мысалы, қазір Қазақстан мұсылмандар діни басқармасында негізгі бір бағыт бар, арнайы уақыф қоры, яғни қор бар бұл. Жаңағыда өзіңіз айтқан секілді бір кәсіпкер болса, басқа болса, ол өзінің дүниесін сенімді жерге өткізгісі келсе, қазіргі таңда бұл өте өзекті мәселе. Яғни сенімді адамға тапсыру деген. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы ол дүниені алып, яғни сол дүниені халыққа үйлестіреді, немесе мешіт жанындағы жаңағыдай ғимараттарға салуына да болады. Әртүрлі бағыттарда
Мысалы үшін Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының 30 жылдығына орай көпір салғандығын білеміз. Оны қайдан алады? Оны осы кәсіпкерлердің демеушілігімен алады. Ал енді уақыптың тағы бір ерекшелігі жаңағыдай тоқтамай барып тұрады ғой. Яғни сіз дүниеден өтсеңіз де не істейді? Ол дүние сіздің артыңыздан барып тұрады. Мысалы үшін қазір өзіңіз де білесіз, шахназарымызда мына мешіттерде әртүрлі іс-шаралар өтеді. Яғни бір көрген адамға адам қарайды, мешітте тек қана жарығы, суы, несі деген секілді, жылуы деген секілді осы нәрселерге ғана көрінеді. Бірақ оның ішінде әртүрлі іс-шаралар. Мысалы үшін өзіңізде білесіз, қайырымдылық бағыты бар. Бір мешіттің өзінде 40-тан астам адам, мұқтаж адам неде тұрады? Тізімде тұрады. Яғни соның. Егер бір кәсіпкер, біз Алматыда бір мысал көрдік. Бір кәсіпкер Алла жолында, Алла разылығын қалап, жаңағыдай өзінің дүниесін арнап, мешіттің жанына стадион салып берген. Яғни уақыпқа атаған, одан түскен қаражаттың барлығы мешітке келеді. Яғни ол жерде діни қызметкерлердің ақысы. Яғни бізде мешітте қазіргі таңда мешіт ешқай жақтан қаржыландырылмайды. Яғни халықтың бергенімен күнелтіп келеді негізінде. Мешіт қызметкерлері, мешіттің жарығы, суы деген секілді, жылуы деген секілді нәрселерге не алады. Одан кейін барып, әлгі тізімдегі адамдарға ай сайын не істеп отырады? Өзінің түскен қаржыдан несін жәрдем беріп отырады. Яғни сол жәрдемді алып, бізде қазақтарда сөз бар ғой, жұтта байыған деген секілді. Жұт болған кезде бір мысал бар екен қазақтарда. Біреудің малы қырылып қалса, жан-жақтан жылу жинап, соған жинап береді екен. Яғни жұт болса да ол сол жұттан аман шығады деген секілді. Сол секілді қазіргі таңда да сондай халыққа жәрдем атқарып жатқан мешіттеріміз жоқ емес, көп, о мысалы көп. Яғни одан басқа да муфтият тарапынан, Алла разы болсын, көптеген бағыттарға жаңағыдай жұмыстар атқарылып келеді. Оған қоса кәсіпкерлерге уақыпнама деген нәрсе бар бізде. Яғни бір кәсіпкер өзінің дүниесін атаймын десе, ол уақыпнаманы муфтият ол дүниені өзіне алып уақыпнама береді, сонымен жұмыс атқарыла береді. Яғни сарқылмас сауап. Оған енді өмірден бір мысал келтірсек, жаңағыдай қисса десек те болады. Бір кісі базарға барыпты, жаңағыдай. Базарға барып, енді барлығы біледі ғой бұл нәрсені. Жаздың ыстық күні, аптап ыстық, бір жүзім жейінші деп базарға барып, бірнеше килограмм жүзім алып, сөйтіп әйеліне беріп, сөйтіп мынаны қазір барлығымыз отырып жейміз деген секілді мысалмен намаз оқуға кіріп кетеді дейді. Дәретін алып, намазын оқып шықса, үйдің әйеліне сұраса, жүзім қайда десе, жүзім жоқ деп айтады дейді. Қайда? Жеп қойдық деп айтады. Енді мен күтпедіңдер ма дейді ғой, енді сонша шаршап келген болар, басқа болар. Енді сол жүзімге ол әңгіме айтып тұрсын ба, базардан әкеле саласың ғой, тағы әкеп жей саласың ғой, жегің келсе деп айтады дейді. Енді ауыл кісі жаңағыдай ашуланып үйінен шығып, не қылады дейді, сөйтіп барып, жер алып, сол жерге жаңағыдай уақыттар өтіп, мешіт салып болғаннан кейін жаңағыдай имамына айтып жатыр дейді. Бұл не үшін салғанын білесің бе деп айтады дейді. Жоқ, білмеймін. Өзіңіз айтыңыз мүмкін болса десе айтады дейді. Мен осындай жүзім алып келгенім, бала-шағама бердім. Бала-шағам сол жерде мені ұмытып жүрді дейді. Яғни мен тірі болсам да, басқа бөлмеде болсам да, мені күтпеді, мені ұмытып кетті олар дейді. Ал ертең мен дүниеден озатын болсам, енді яғни ол бір жағдайда ұмытып кеткен шығар. Бірақ та дүниеден озатын болсам, бұлар мені мүлдем еске алмайды екен ғой деген секілді немен оймен осыны салдым дейді. Яғни біз таңнан кешке дейін барлығымыз осы бала-шағаның қамымен, бала-шағаны өсіру үшін деп жүрміз ғой. Бірақ та адам өзінің ақыретіне де сондай сарқылмас сауап болып тұратын дүниелерді жасап кетуі керек екен негізі. Қоғамға пайдасы бар, үмбетке пайдасы бар деген секілді. Қазіргі таңда Азамат Абдыкеримұлы, Алла разы болсын, уақыт қорының басшысы, өз қызметін атқарып, сондай ізгі шараларды жасап, уақытқа байланысты уақытнама ашып, қаншама
адамдарды осы уақытқа жинап, оларды біріктіріп, сондай үлкен іс-шараларды жасап отыр. Әлхамдулилlah, бұл нәрсе ертең дами беретін болса, біраз уақыт дамыса, ертең жемісін береді. Ертең мешіттеріміз көркейеді, мешіттерімізде иншалла имамдарымыздың да айлықтары да реттеліп, жаңағы әлеуметтік жағдайды реттеліп, бір қалыпқа келеді. Себебі оның көрінісі, мысалы біз шетелге қарасақ, ислам мемлекеттеріне қарасақ, олардың жұмыстары осы уақытпен атқарылады. Өте уақыт дамыған, сондай адамдар өздерінің кәсіптерін уақытқа береді, ал уақыт арқылы бүкіл ізгі іс-шаралар жасалынып, яғни ислам діні сондай бір жоғары деңгейде дамып жатыр. Міне біздің де еліміз егер де исламды дамытып, ислам дәрежесін өзіміздің елде көтереміз десек, онда бізде осы уақыт қорын қолға жақсылап алып, барлығымыз ат салысып жұмыс істесек, жемісін береді. Жұмыла көтерген жүк жеңіл дейді ғой қазақта. Барлығымыз осы нәрсеге ат салсақ, имамдар болып осы нәрсені қолға алсақ, қоғам болып осы нәрсені қолға алсақ, ертең үлкен пайдасы болады, ұрпағымызға үлкен жемісін береді. Қазір одан кейін қосымша айта кетсек, муфтияттың жаңағы бастауымен уақыт қорының тағы бір мысалы, енді біз қазақ халқы Құран оқыған халықпыз, ата бабамыз. Құранды қастерлеген халықпыз. Тағы да бір жақсы жаңалық, осы уақыт қорының бастауымен қазақ баспасында Құран басылып шығып жатыр. Үлкен бір жаңалықты, яғни өз баспамыз, біз мысалы үшін Мәдина баспасы, Түрк баспасы, Қазан баспасы деген секілді баспалардың неше түрлі бар. Ал енді осы халық игілігіне қазақ баспасы жарық көріп жатыр. Иншалла, ол да бір қуантарлық жағдай. Үлкен бастама. Машалла, осындай нәрселер көп болсын, дұғада болайық. Алла баршамызға разы болсын. Міне Ислам Қарабаев бауырымызға Алла разы болсын, келген қадамдарыңызға Алла сауап жазсын. Міне бүгінгі керемет сұхбатыңызға Алла мол сауаптарды жазып, осы бір айтылған сұхбатқа, осы бір айтылған нәрселерге амал етіп, иншалла ізгі жолда өмір сүрейік. Осы нәрселеріміз, айтқан дүниелеріміз басқа адамдарға пайдалы болсын. Уахир дағуана, уанилхамдулиллахи раббил аламин.